Мен Сәбитова Гүлдер Нұрболатқызы. Қошақан кіші тобының тәрбиешісімін. Өмірлік ұстанымым. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар, қалан. Абай Құнанбайұлы. Білімім кәсіби орта. 2017 жылы Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Орал гуманитарлық колледжін тәмамдадым. 2024 жылы қыркүйек айында Қандыағаш қаласында орналасқан Амалия бөбекжай бақшасына жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда Қошақан кіші тобының тәрбиешісімін. Педагогикалық ұстанымым. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озат. Абай Құнанбайұлы. Адам болып өмірге келген соң, әр жерде өз орнымды табуға тырысамын. Тәрбиелік мақсатым. Тәрбиеші болған сәттен алдымдағы тәрбиеленуші өмірге енді бейімделіп келе жатқан жас ұрпақты алғашқы болып адалдыққа, отансүйгіштікке, әділеттілік пен жауапкершілік қасиеттерін үйрететін өзім екенін білемін. Бала ол болашақ ұрпақ. Өзгенің баласына өз баласындай қарап, сүйіспеншілікпен тәрбие беруге мақсатында адал азамат ретінде қалыптасуына ықпал етемін. Тобым. Қошақан кіші тобы. Тобында 25 тәрбиеленуші бар. Әр баланың өзіне сай мінезі бар, әр үйдің бір еркесі. Қанша жерден ерке болғанымен таңертең балабақшаға келген сәттен оларда еркелігін тоқтатып, жауапкершілік сезінеді. Топпен бірге жаттығу жасап, таңғы ас ішіп, тапсырмалар орындап, бірге ойнап, бірге күледі. Әр баланың мінезі, даму қабілеті ортаға қалыптасады. Мен де Қошақан тобының тәрбиеленушілерімен бірге дамып өсудемін.